Таңмен таласа оянатын жауапты мамандық иелерінің қатарында жол патрульдік полиция қызметкерлері де бар. Уақыттың сырғуына қарамай, күндемей, түндемей, елдің тыныштығы үшін әрі сақтыққа сақадай сай жүретін осы бір полиция қызметкерлерінің бүгін біз бір күндік жұмыс тәртібімен таныссақ дейміз. Басқарма түзет. Доктор, саламатсыздар ма сержанттар мен офицер мырзалар? Саламатсыздар! Қазіргі кезде аудан бойынша оперативті жағдай тұрақты. Жол көлік оқиғаларының алдын алу шараларын өткізу мақсатында жолда қабылдау 2 рет шарасын өткіздік. Және де жаңағы борышкер деген шараларымыз бар. Оны өткіздік. Қазір мынау жолдар ашылды. Карантиндік шаралар болып отыр. Қарасай ауданы жүргізушілеріне, қоғамына, автокөліктер иесіне айтарым, қазір балалар каникулда бәрі демалысқа шықты. Енді жаяу жүргіншінің өткелдерінде жақындаған кезде абай болсаңыздар. Одан кейін мынау қараңғы ауыл араларында қараңғы жолдар бар, жарық түспеген. Сол жолдарда абай болсаңыздар. Жаңағы жылдамдықтарды көбейтпей, қарсы бағытқа шықпай. Одан кейін жаңағы мына жаяу жүргіншілерге де айтатыным, жаңағы үлкен жолдарды, автокөлік жолдарынан арнайы орнатылған өткелдерден өткізіп, сол жерден жаңағы жол ережесін сақтасаңыздар, бәріміз аман есен боламыз деген ойдамыз.